қоғамдық осылай өздеріңіздің ауылдың тұрғындарының мнениесі сұралады. Бізге деген алғашқы болып отқан жиналыс қой, бұрын соңды бұндай болмаған. Бірінші ғана. Бұл да бір жақсылықтың, бір алға қарай халықпен жұмыс істеудің бір түрі ғой бұл да. Сондықтан жиналысымызды ашық деп жариялаймыз. Баяндамашы Баймаханова Мадина, департаментте істейсіз ғой? Жеке кәсіпкер. Экологиялық жағынан. Осы кісі баяндама оқитын болады. Бір 10-15 минут жететін шығар баяндамаға, иә? 10 минутта жетеді ғой? 10 минут. Арғы сұрақ қойылым деушілерге бір 5 минут жететін шығар, 3-5 минуттың арасында. Ұсыныс тілек айтам дегендерге де 3-5 минут болатын шығар. Сонымен бір жарты сағат 40 минуттың көлемінде жиналысымыз бітірсек. Қалай қарайсыздар? Келісесіздер ме? Онда регламент сонымен бекітіп алайық. Алғашқы сөзді Баймаханова Мадина апайымызға береміз. Саламатсыздар ма? Бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Менің аты-жөнім Баймаханова Мадина. Бүгінгі қоғамдық тыңдауымыздың тақырыбы Түркістан облысы Ордабасы ауданындағы Шұбарсу блок 1 Сібірде 2 кен орнында шөгінді жұмыстарды сазды өндіру үшін тау-кен жұмыстарының жоспары бойынша болады. Тапсырыс беруші мекеме жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жарас 10 болып табылады. Кен орны Түркістан облысы Ордабасы ауданындағы Шұбарсу ауылында орналасқан. Ауданы 22 гектарды құрайды. Ең жақын елді мекен осы Шұбарсу ауылы болып табылады. Шұбарсу ауылына дейінгі қашықтық 1585 метр. Кен орны 2022 жылы барланған. Кен орнының бекітілген қоры 3980,9 мың метр кубты құрайды. Саздың қабаты 4,196 метр менен 14,105 метрді құрайды. Өндіру тереңдігі 9-дан 12 метрге дейін жобаланып отыр. Карьердің ені 270 метр, ұзындығы 520 метр. Шөгінді жыныстарды өндіру ашық әдіспен жүзеге асырылады. Шөгінді жыныстарды ашу көлемі 2023-2031 жылдар аралығында 39,7 мың метр кубты құрайды. Шөгінді жыныстарды өндіру көлемі 2023-2031 жылдар аралығында 200 мың метр кубты құрайды. Жаңа ауылға дейінгі қашықтығын атап өттім. Жоспарланған іс-әрекеттің қоршаған ортаға әсерін бағалау жұмыстары бойынша кен өндіру кезінде жалпы 5 шығындылар көзі қарастырылған. Оның ішінде 5-еуде ұйымдастырылмаған шығындылар көзі болып табылады. Бағалау кезеңіндегі жалпы нормаланған 22-31 жылдарға арналған шығындылар көлемі тоннасымен айтатын болсақ 2,754 тонна жылына құрайтын болады. Қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектінің санатын айқындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 21 жылғы 13 шілдедегі номері 246 қаулысына сәйкес объект 2 категорияға жатады. Өндіру алаңында жер асты сулары 9-14 метр тереңдіктегі қазба жұмыстарымен ашылған жоқ. Өндіру алаңында жақын жерде жер үсті су объектілері жоқ. Өндіру жұмыстары жер үсті және жер асты су көздеріне кері әсерін тигізбейді. Өндіру жұмыстары кезінде су, шаруашылық қажеттіліктеріне, өндірістік қажеттіліктерге және құрылысқа өндіруге қажетті қатысатын жұмысшылардың ауыз су қажеттіліктеріне пайдаланылады. Техникалық сумен жабдықтау автокөлікпен тасымалдаушылар арқылы жеткізіледі. Техникалық су жолдардың шаңын басу үшін пайдаланылады. Техникалық суды тұтыну жобаменен жылына 80 метр кубты құрайды. Ауыз су жұмыс орындарына жабық контейнерлерде немесе бөтелкелермен жеткізіледі. Және авариялық су қоймасы көлемі 5 метр кубты құрайтын қоры болады. Ол жерде айына бір мәрте хлорланып тазартылып тұруы тиіс. Кен өндіру жұмыстары кезінде өндірістік ағынды сулар жоқ. Кен өндіру кезінде тұрмыстық ағынды сулар арнайы бетондалған әжетханаларға жүзеге асырылады. Ары қарай келісім шарт негізінде жақын маңдағы кәріздік тазарту қондырғыларына апарылады егер толған жағдайда.
Кен өндіру жұмыстары аумағында жасыл желектерді кесу қарастырылмаған. Кен өндіру кезінде қатты тұрмыстық және өндірістік қалдықтар түзілетін болады. Қалдықтар жинақталу қауіптілік сыныбына байланысты арнайы контейнерлерде жинақталып, келісімшарт негізінде үшінші тараптарға өткізілетін болады. Кәдеге жарату немесе жаңа операцияларды жүзеге асыратын тараптарға беріледі. Кен өндіру жүргізілетін аймақ орман шаруашылығы мен табиғатты қорғау аймағына кірмейді. Мұнда қызыл кітапқа енген өсімдіктер мен жан жануарлар жоқ. Жобаға қатысты сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Менде бір сұрақ болып тұр да, біз енді бұл жаңағы кен өндіру деген жалпы ауыл халқына ұзақтау ұғым ғой негізі да. Біздің әсіресе біздің Шұбарсу кен, сіз кен өндіреміз, саз өндіреміз деп жатсыз да. Саздың несін өндіресіз? Ашып қазақшалап айта беріңіз. Өйткені біз түсінбейміз оны. Сазды өндіргенде кәдеге топырағын аласыз да. Беткі қабатын алып тастайды. Астыңғы қабатын жаңағы сазын алады. Сөйтіп өздері келісімшарт негізінде ары қарап не істейтінін мен білмеймін. Бірақ өндіру жасауын дегеннің жаңағы несі бар ма? Адамдар бар ма? Жарасуын бар ма? Жаңағын сазды не қыласыздар астындағы сазды? Қыш өндіру цехы ғой. Қыш өндіру цехы ғой. Сөйтіп айтпасаңыздар, біз ойлап отырмыз, көмір ма, астында бір тас ба бірдеңе шығады ғой деп. Жоқ, сазды деп жазылды. Енді жаңағы хаттамаға да енсінші, бізден Шұбарсудан қанша адам қабылдайсыздар? Негізі жалпы көлемі қанша адам қабылдайсыздар? Бір неде сезон деген көктемде бастап қыста бітеді. Бір маусымда шамамен бір 60-70 адам жұмыс жасайды ғой. Енді бұл жақтың адамдар ол біздің айтқан бағаға келсе қабылдай береміз, проблема жоқ. Атыңыз? Ержігіт. Жалпы ең төменгі айлық білесіздер 70 мың теңге болса, енді жаңағы бизнес не болғаннан кейін одан көп болады ғой енді. Соны осы жұмысты бастаған кезде енді 60-70-тің барлығын бізден ал деп сіздерге жаңағыдай бір тіреліп ештеңе айта алмаймыз. Бірақ дегенмен де Ордабасы ауданының жері болғаннан кейін аудандық жұмыспен қамту мекемесіне сол жерден сұраныс беріп, сол жерден алсаңыздар да қызметкерлер. Себебі біздің Шұбарсудың халқы жұмыссызы көп емес бізде. Бізде өзімізді қамтыған адамдар көп. Себебі Шымкент қаласының жақын бізге Алаш, Бекжан, Автонұр үлкен базарлардың бәрі ол Шұбарсудың халқы сол жерде сатушы болады, жаңа өздерінің тауарларын сатады, сондай жердің халқы жалпы кәсіпкерлікке жақын халық болғаннан кейін өзін қамтып жұмыссыздар аз. Дегенмен де жаңағы жұмыспен қамту мекемесіне барып тіркеледі жұмыссыз ретінде. Сол жақтан тізімді алып сөйтіп жұмыс істесеңіздер. Сонда бір заңдылық та болады, бізден де сұрақ болмайды, сіздерден де не болмайды, шақырған адамдарыңыз келмей жатса, біздің де айтқан уәжімізге айта аласыздар, шақырған мынаншама адам шақырып, келмейді адамдарыңыз, маған не дейсіздер деген сияқты. Сонда бір қоғамның ішінде бір дұрыс бір қалыптасады ғой деп ойлаймын негізі. Дұрыс қой, Дұрыс. Айтсаңыздар қандай сұрақтарыңыз бар? Айтыңыздар. Бұл кісілер келіп экология жағынан енді жаңағы сазды алып не қылса болатын шығар, ол бір жаңағы ауа райын құртатын нәрсе емес. Бізге бұл жерде жаңағы сол 1 километр айналамыз болсын, 5-6 километр жеріміз болсын, қызыл кітапқа енген дәрілік шөптер, сондайлардың түп тамыры кетіп қалмаса деген мәселе ғой бұл жерде. Ауданы 20 километр қамтып дедіңіздер ма? 22 гектар. Гектарды бұл үлкен емес па шірей? Енді Ол үлкен емес. Мынау 200-500 гектарға дейін бар. Ол болса да ол сондай жерлердің бәрін именно сондай елге пайдасы тиетін адамдар алса құба-құп қой. Иә, жақсы инвестиция ғой, бұл жігіттердің құйып жатқанда сол кәсіпті дөңгелеп 60-70-тің енді ішімнен армандап отырмын. Бір 50-ден асасы біздің адамдары болса Шұбарсу. Бір жартыда қарап жатпайды ғой енді. Ол ауқымды таңдаған ғой. Дегенмен осы Шұбарсуда істегеннен кейін Шұбарсудың халқы көптеу болса деген ой ғой менікі. Өйткені бұл жердің адамдары Бадамның кірпіш зауытына, мына жердегі бөртеге барып істейтін адамдар бар да бізде. Ал тура сол айлықтың жобасы төленіп жатса, жаңа сіздер айтқан 1 километрдің әр шетінде болатын болса, барып келген қайда жеңіл болар еді деген ұсыныс қой біз. Айтыңыздар, не айтасыздар? Түсіндірдім ғой жаңағы. Саздан
өзі беткі қабатын алып жерін бір жарым жеріндегі жер екен Шұбарсудың аймағында емес. Дегенмен Шұбарсуға 1 километрден заң бойынша болып тұр ғой. 1 километрден кішкене асқаннан кейін сол айналасындағы елді мекен ауыл округтардың мнениесін халықтың арасында қоғамдық осындай тыңдау өткізеді екен. Соған бұл жігіттердің ниеті сол, халықтың мнениесін білейік. Мүмкін біреулер қарсы шығар, мүмкін біреулер құптайтын шығар деген сияқты. Соған бірінші қабатын алады екен. Алғаннан кейін астында сазы болады ғой енді. Сол сазды жаңағы кірпіш өндіруге мейлі қайқа сатса да инвестиция ғой. Бізге бұл кісілердің пайдасы ауылдың халқын жұмысқа қамтыса. Біздің сол пайдамыз. Енді ол бәріміз налог бізге түспейді, ол бір жарым несіне налогына түседі. Өйткені сояқтың жері болғаннан кейін. Біздің жаңа арам ішімізден ойлап отырғанымыз, бізге 50-60 адамызды қамтысаңыздар керемет еді. Құдай қаласа ескеріп Алла қаласа істеріңізге сәттілік балам. Енді бізге жақын болғаннан кейін кірпіш арзан болатын шығар бізге Шұбарсуға. Ал енді ереке жиналыс қорытындылайық. Жалпы түсіндік қой. Басқа ұсыныс тілек деген бір елдің жанашыры ретінде не айтасыз? Айтсаңыздаршы осындайды. Әкімшілік не істеп жатыр деп айғайлағанша осындайды айтыңыздар қайтар. Мен осындайдың өзі мысалы мен қазір жабысып отырмын. Мен орнында сіз отырсаңыз сіз де жабысасыз. Мен 50 адаммын. Ашсын, өтсін, өссін. Онда хаттамаға, әумин. Мен ұсыныс тілек осы болып жатыр. Енді ереке нені жабайық, қорытындылайық. Бұдан кейін тағы өткізетін шығарсыздар, мүмкін өткізбейсіздер. Енді жаңағы сіздерге байланысты болып тұр ғой, мен түсінгенім. Тағы да бір тыңдайын естем әлі өтемейтін әлі уақыт бар ғой біраз. Сәттілік тілейміз жұмыстарыңызға. Енді жаңағы хаттамаға бірақ біздің 50-60 адамды Шұбарсудың халқын тарту жөнінде именно сол жазысынша. Одан кейін жұмыспен қамту жөнінде, мекеме арқылы алу жөнінде ұсыныстар осы хаттамада енсін деп есептейік. Басқа ұсыныс тілектеріңіз жоқ болса онда рахмет. Келгендеріңізге, инвестиция құйып жатқан жігіттерге де рахмет. Осы мәселені түсіндіріп, осындай жатқан бұл кісіге де рахмет. Апайымыз тұр артта болсын, бәрін ұйымдастырып экология департаментінің